Сумкаға осындай әдемі сиреневый түсті жіпті таңдадым. Сумканың общий көлемін 30 сантиметр қылғым келіп тұр. Бірақ мен 30 сантиметр алып бастамаймын носын, потому что сумка барған сайын ұлғая береді да, екі жаққа қарай кете береді. Сол үшін ең бірінші 30 сантиметрден 10 сантиметрді азайтамын. Сонда 20 сантиметр шығады. Еще біздің сумканың ширина жағына қарай ұлғаю бар. Дноның ширинасын 12 сантиметр қыламын. Значит, 20-дан 12-ні азайтамын. Сонда менде 8 сантиметр шығады. Осы 8 сантиметр отрезікпен біз сумканы тігуді бастаймыз. Короче, сердечник дегеніміз мына ортасындағы қатты қылып тұратын жіптердің қосылысын сердечник деп атаймыз. Біз оны басында кесіп аламыз. Әркім әртүрлі методтармен ол сердечникті білдіртпей тастайды. Мысалы, бірінші метод ол мен бұрындары істейтін, қазір де істеп жүрген метод. Оны былай алам, кесіп алам, содан кейін алам да ана ұш жағын бүйтіп қайырып, сөйтіп тіге салам. Екінші способ оны бүйтіп қиып аласыз, и ұш жағын кішкене қылып қалдырасыз да, и оны бүйтіп ішіне кіргізіп жібересіз, как на видео. Бүйтіп кіргізесіз, потом после этого үшінші жағдай адамдар просто алады да, клейді жағады да, клейлеп тастайды, и все, солай бастай береді. Енді 8 сантиметрімді есептеп алдым, 2-ге бүктім да, и тігу басталады. Тікпей тұрып, алдымен машинканың настройкасын жасап алайық. Мен бірінші 3-ті таңдаймын, ол зигзаг менде. Басында закреп жасаған кезде 1-мен жасаймын да, әрі қарай 2,5-мен тігіп кете беремін. Жаңағы зигзагтың көлемі менде 5. Всегда 5 қойыңыздар, потому что ол самый большой менде. Қандай скоростьпен тіккіңіз келеді, мысалы мен всегда 6-мен тігем, маған это норма. Енді тігіп бастаймыз. Мен тігу басы оңай болу үшін ең бірінші қайшымен көмектесемін. Ең бірінші закреп жасап аламын да, и дальше кете берем. И одан кейінгі бұрылыс кезінде тоже ақырын асықпай бұрылыңыздар, потому что кейбір жерлер тігілмей қалуы мүмкін. Сол үшін осылай тігем. И менде носы 12 сантиметрге жеткенге дейін мен өйстіп тігіп кете берем ғой. Носы менде ойлағаннан көбірек шықты, 12,5. Ал ұзындығы носының менде 18,5 шықты. Енді мен осы жерге дейін тігемін, одан кейін уже көтеріп тіге бастаймын. Үйістіп көтеріп, стенкаларын шығарамыз. Дәл кете береміз ғой. Барынша түзу қылып көтеруге тырысыңыздар. Ол кейбіреулердің машинкаларының мына шеттері алынады, и оларға ыңғайлы, менде алынбағандықтан приходится осылай шығуға. Үйістіп тігесіздер. Примерно менде 21 сантиметр шықты ұзындығы стенкаларының. Сіздерге қалай хочется, солай істейсіздер. Мынау менде 15. В общем, осылай тігіп келе жатырмын, процессын бір көрсетіп жіберейін дегем. Дальше қазір 21-ге дейін тігем. Вот осындай болып шықты. Менде ұзындығы 21, ал ширинасы 30-дан кішкене асып кетті. Потому что машинканың ана шеті алынбағандықтан сондай болып шығады екен. Ну, в общем, былай да әдемі болып тұр. Енді мына ручкаларын тігетін боламын. Ручкалар ровный болу үшін екі жағын бірдей қыласыздар. Екі шеттерін, орталарын бәрін есептеп бірдей қыласыздар. Астын тоже бәрін белгілеп аласыздар. И общий қанша ұзындық жасағыңыз келсе, уже өзіңіз білесіз. Соңғы отметка менде осы ручканың түп жағынан отметканы істедім. Оны 2-ге бүгеміз да. В общем, тіге бастаймыз, короче. В общем, осылай аламын да, примерно 5-4 рядқа дейін тігіп шығамын. Самый главный тіккен кезде ұмытпаңыздар, ручканың мына асты жағында, үсті жағында бірдей ұстау керек, чтобы ол прям ровный болып шығу үшін. Андай қалдыр кетпеңіздер, просто менде ондай ошибка болған. Подкладқа мен лен матасын алдым. Просто өте қатты ұнады, и цветі де нормально келіп тұр. Енді мен барынша простой подклад тігемін. И еще бұл подклад алынбалы-салынбалы подклад болмайды, ол совместно тігілген подклад болады. Мен есептеймін, окружностьті есептеймін, ұзындығын есептеймін, и дносының окружностьін тоже есептеймін.
Менде окружности 82 болып шықты. Мен тұрдым да подкладқа 82-ні есептеп алдым и просто алдым да подкладты 2-ге бүктедім. Мынау бір шетінен екінші шетіне дейін тігіп шықтым. Егер сізде оверлок болса, оверлокпен өтіп шыққан күшті болады. Бірақ менде оверлок жоқ болған соң мен андай московский шов дегенді жасап көрейін дедім. И сөйтіп московский шовпен тігіп шықтым. Также басында айтуды ұмытып кеттім. Мен подкладтың ұзындығын бір есе ұзын қылып алдым. Мысалы, менде ұзындық 21 ғой, мен подкладты 42 қылып алдым, чтобы мынау менде мешочек құсап ыңғайлы жабыла алу үшін. Міне сыртына қазір осылай подкладым шықты, осылай шығып тұр. Московский шовпен тіктім. Ішіне бірінші қалта жасап көрейін дедім, бірақ маған ұнамай қалды. И менің айта кетерім, подкладты бірінші қылып тікпеңіздер. Бірінші ручкаларын тігіп алыңыздар, потом барып подкладты тігіп алыңыздар. Ручкаларын қолмен тіктім, бәрін қолмен тігіп шықтым. И потом барып подкладты бүйтіп кетіп, ақырын әдемі қылып машинкамен өткізіп жіберуге болады. Осылайша сумкамызды тігіп бітіретін боламыз, әдемі болып шығады. Егер де тағы видеолар қалайтын болсаңыз, подписка жасап, лайк басып, және де мені қолдап кетіңіздер.